Ассаляму алейкум достар. 4 сәуір күні мен Хромтау қаласының белсенді оқушыларымен кездестім. Кездесудің басында біз кәсіп жасау жолында болатын қиындықтар мен олардың шешу жолдары туралы ой алмастық. Әрмен қарай қатысушылар өздерінің бизнес идеяларын таныстырды. Атап айтқанда, америкалық стильдегі кір жуу орталығын ашу, әлемнің сұлу жерлерін көрсететін VR орталығын ашу, батут орталығын ашу, суицидтің алдын алатын психологиялық көмек көрсету орталығын ашу, кореялық кимбап дәмханасын ашу, оригинал косметика сату және тағы басқа керемет идеялар айтылды. Шынымды айтсам, оқушылардың осыншама белсенділігіне таң қалдым. Кездесудің соңында ең өтімді идеяларының авторлары таңбалы футболкалармен және тәтті сыйлықтармен марапатталды. Қазақ жастарына жарқын болашақ тілей отырып, осы әдемі кеште мені қонақ қылған Хромтау жастары мекемесінің ұжымына алғысымды айтамын.